Балалықтың баға жетпес достығы. Сол бір ескі ауылда көктемгі жауынмен бірге бір жарған талдар мен иісі бұрқыраған топырақтың арасында екі бала жарыса жүгіріп жүретін. Бірінің аты Асқар, екіншісі Нұрлан, олар бір-бірінен бір елі ажырамайтын, үнемі бірге жүретін. Құдды бір жүрек екіге бөлініп екі балаға бөліне салғандай. Бір-бірінсіз өмір сүре алмайтындай еді. Бір күні мектептен қайтып келе жатқанда, ауыл шетіндегі ескі көпірдің жиегінде Асқар тайып кетіп суға құлап кетті. Суық өзеннің ағысы қатты, Асқар аласұрып, айқайлап көмек сұрады. Жан даусын естіген Нұрлан ойланбастан суға секірді. Сол сәтте ештеңе маңызды емес еді, тек досын құтқару. Су ішінде арпалысып жүріп, Нұрлан Асқарды жағаға алып шықты. Дірілдеп тоңып тұрған досының қолын қысып, "Сенсіз мен кіммін?" деді жай ғана. Асқар үндемеді. Жай ғана көзіне жас алып досының иығына басын қойды. Бұл оқиға екеуінің достығын одан сайын бекемдеді. Сол күннен кейін олар ешқашан айырылмаймыз деп уәде етті. Бірге оқыды, бірге армандады. Бір күні үлкен кәсіп иесі боламыз деп бала көңілмен болашақты жоспарлайтын. Күндер өтті, жылдар зымырады. Олардың достығы ешқашан әлсіремеді. Бірақ олар алда не күтіп тұрғанын білмеген еді. Асқар мен Нұрлан мектепті бірге бітірді. Университетке де бірге түсті. Жатақханада бір бөлмеде тұрды. Жатақхананың су қабырғалары олардың армандарын суытпады. Керісінше екеуін одан сайын жақын етті. Түн ортасына дейін жоспар құратын. Нұрлан, ертең өз бизнесімізді ашамыз. Ешкімге тәуелді болмаймыз дейтін Асқар. Иә, мен сенің қасыңдамын. Қайда барсаң бірге барамын дейтін Нұрлан. Көп ұзамай екеуі бірге шағын шеберхана ашты. Алғашында ешкім сенбеді, жассыңдар, тәжірибе жоқ деп жақтырмады. Бірақ олар бір-біріне сенетін. Бірінің үміті үзілсе, екіншісі тірек бола білді. Бірге ұйықтамай түн өткізді, бірге шеберхананың еденін жуды, бірге табыс тапты. Жылдар өте шеберхана үлкен кәсіпке айналды. Асқар ақылымен, Нұрлан табандылығымен ел таныған кәсіпкерлер болды. Екеуінің де балалық арманы орындалды. Кәсіп жай ғана табыс көзі емес, олардың достығының жалғасы еді. Бірінің жетістігі екіншісінің мақтанышы болатын. Асқар үйленді. Артынша Нұрлан да отбасын құрды. Екеуі бір-бірінің тойында куәгер болды. Кейін балалары өмірге келді. Бірінің ұлы екіншісінің қызымен ойнады, екеуі бірге демалысқа шығып жүрді. Барлығы ертегі секілді еді. Бірақ өмір әр ертегіге бір сынақ дайындап қояды екен. Оны олар сезген жоқ. Әзірше. Жылдар өте келе кәсіптері ұлғайып табыс еселене берді. Бірақ ақша көбейген сайын араға сызат түсе бастады. Бұрын ортақ шешіммен атқарылған істер енді талас тартысқа ұласа бастады. Асқар жаңа филиал ашуды ұсынды, Нұрлан тәуекелге барғысы келмеді. Сен үнемі асығыстық жасайсың деді Нұрлан. Ал сен тым баяусың. Біз алға жылжуымыз керек. Деп дауыс көтерді Асқар. Бір кезде күдік пайда болды. Асқардың көмекшісі жас әрі айлакер жігіт Нұрланға келіп. Асқар саған бәрін айтпай жүр. Ақшаның біразын өзі шешіп жатыр деді. Бұл сөз Нұрланның жүрегіне сепкендей әсер етті. Ол тексеріп көрді, расында кейбір құжаттарда өз аты жоқ еді. Сол күннен бастап екеуінің арасы суи түсті. Бірі үндемей алыстаса, екіншісі іштей ызаға булығып жүрді. Бір күні кеңседе екеуі қатты ұрысты. Есік сыртында тұрған қызметкерлер үнсіз, бірақ жүректері дүрсілдеп тұрды. Сен маған сатқындық жасадың, Асқар. Ал сен мені түсінгің келмеді, Нұрлан. Біз бірге бастадық, бірақ сен менің сенімімді аяққа таптадың. Дос деген сөздің орнын бұрынғы серіктес алмастырды. Екеуі компанияны бөлісіп алды. Қанша жыл бірге еңбек етсе де, қас пен көздің арасында бөтенге айналды. Балалары да араласпай кетті. Үй іштері екі жаққа тартты. Әйелдері бір-бірін көргісі келмеді. Екі үйдің арасы енді өшпенділікке толы үнсіздікпен ғана жалғасатын. Алайда бұл үзіліс тек сыртқы еді. Екеуінің де жүрегінің түбінде бір сағыныш тірі қалды. Араға бірнеше жыл өтті.
Бір кезде ажырамас дос болған екі жан бір көшеде тұрса да, бір-бірінің есігін қақпады. Кездесіп қалса, көз алмай, үнсіз өтіп кететін. Бірақ әр екеуінің де жүрегінде бір нәрсе қалып қойды, айтылмаған сөздер, кешірілмеген өкініштер. Асқардың кешкісін жалғыз отырып, шай ішіп отырып күрсінетін әдеті пайда болды. Ал Нұрлан кейде балаларының күлкісіне қарап отырып, кенеттен көзінің ұшына келген жасты жасырып теріс қарап кететін. Неге бұлай болды? Қай сәтте адастық? Деп ойлайтын олар. Бірақ ешқайсысы бірінші болып кешірім сұрауға батпады. Бір күні Нұрлан өзін жайсыз сезіне бастады. Бастапқыда мән бермеді. Уақыт өте денесі әлсіреп көзі қарауытатынды шығарды. Ақыры дәрігерге барған кезде суық хабар естіді. Бүйрек қызметі нашарлаған. Біреуін ауыстыру керек деді ақ халатты адам. Ол үнсіз отырып қалды. Қанша бай болса да таба алмайтын бір нәрсе бар екен, нағыз денсаулық, нағыз жақын адам. Туыстары бүйрегін бере алмады. Ешкім сәйкес келмеді. Бұл хабар Асқардың құлағына жеткенде, ол ештеңе айтпастан, түн ортасында жалғыз өзі ауруханаға барды. Дәрігерлерге тек бір шарт қойды. Менің атымды атамаңыз. Тек көмектесіңізші. Анализ алынды. Таңғаларлықтай сәйкес келді. Асқардың бүйрегі Нұрланның үміті болды. Операция сәтті өтті. Бірақ Нұрлан ештеңеден бейхабар еді. Ол тек белгісіз бір донордың арқасында өмірге қайта оралғанын білді. Асқар болса үнсіз кетіп қалды. Ол досының аман қалғанына қуанды. Бірақ жүрегі әлі де үнсіз жылап тұрды. Кешірім сұрауға батпады. Жай ғана досым тірі болса болды, деді іштей. Нұрлан ауруханадан шықты. Денсаулығы баяу қалпына келіп жатты. Дәрігерлер бір ғана нәрсені айтты. Сізге өмір сыйлаған адам аты аталмайтын донор. Тек сырғасында аман қалдыңыз. Бұл сөздер Нұрланның жанын шым еткізді. Кім? Неге көмектесті? Неге жасырын деген сұрақтар маза бермеді. Күндер өтіп жатты. Ол бұрынғы өміріне қайта оралды. Бірақ енді дүние басқа көрінетін. Айналасына мейіріммен қарай бастады. Балаларына бұрынғыдан да жақын болды. Бір күні кенеттен дәрігердің көмекшісі қателесіп, бір қағаз қалтасын Нұрланға беріп қойды. Ашып қалса, донордың аты анық жазулы тұрды: Асқар. Қолы дірілдеп, жүрегі тоқтап қалғандай болды. Жағдайы күрт нашарлап, орындыққа отыра кетті. Көзінен еріксіз жас ыршып кетті. Ол мен үшін деп сыбырлады. Сол сәтте өткеннің барлығы көз алдынан кино лентасындай тізіліп өтті. Балалық шақ. Құтқарып қалған судағы сәт. Шеберхана ашқан күн. Түнгі армандар. Алғаш табыс тапқан кездері. Тойлары. Күлген сәттері. Сосын. Араздық. Құдайым, мен қандай тас жүрек болдым, деді ол. Үйге келіп ешкімге тіл қатпастан ұзақ жылады. Дәл сол түні ол Асқардың үйіне барды. Есікті баяу қақты. Есікті ашқан Асқар үнсіз қалды. Көздері шаршаған, бірақ мейірімді еді. Нұрлан оның алдында тізерлей отырып сыбырлады. Кешір мені, мен саған лайық дос бола алмадым, ал сен менің өмірімді сақтап қалдың. Асқар жымия қарап, иығына қолын қойды. Біз ешқашан бөтен болмағанбыз, досым. Екеуі құшақтасты. Сол бір үнсіз құшақтасуда қанша жылдық өкініш, сағыныш, кешірім мен ризашылық сыйып тұрды. Сол күннен кейін бәрі өзгерді. Асқар мен Нұрлан бұрынғыдай жиі кездесе бастады. Бірге шай ішіп, үнсіз отырып, бір-бірінің жанын ұғатын. Күлкі бұрынғыдай шаттықпен емес, терең сағынышпен, өкінішпен араласып шығатын. Біз неге сонша уақыт үндемей жүрдік екен? Деп сұрады бір күні Асқар. Мақтаныш, деді Нұрлан. Мақтаныш деген тас жүрек сияқты екен. Соны түсіну үшін өлімге жақындау керек болды. Асқар жымиып терезеге қарап ұзақ үнсіз отырды. Сол сәтте бөлмеде тыныштық тұрды, бірақ бұл тыныштық жанның емделу тыныштығы еді. Балалары қайта араласа бастады. Әйелдері де үндемей келісіп, ескі реніштерді ұмытты. Екі отбасы қайта бір-бірін тауып, жалғыз жүректер қайта табысқандай болды.
Бір күні екеуі баяғы мектепке барып, ескі парталары тұрған сыныпты көрді. Асқар күліп: «Есіңде ме, мен бірде математикадан 2 алып, жылағанмын, сен болсаң мен үшін мұғалімнен сөз естіп, мені ақтап алдың». Нұрлан иығын қағып: «Сол күндер бәрінен қымбат екен ғой». Күн бата бере, екеуі ескі ағаш орындықта үнсіз отырды. Аспан қызғылтанып, самал жел беттерін сипап өтті. Қартайып келе жатса да, жүректері жас балаша соғып тұрды. Асқар кенет бір сөз айтты: «Егер мен ертең оянбасам, біл, сенің тірі жүруің үшін жанымды да беруге дайын едім». Нұрлан көз жасын жасыра алмай, көзін сүртті. «Сен мені құтқардың. Енді өмір бойы сен үшін дұға етем». Осылайша екі жүрек неше жылдық үзілістен кейін қайта табысты. Себебі шынайы достық ешқашан өлмейді. Ол үнсіз сақталып, ең қиын сәтте оянып, адамды қайта тірілтеді.